бір аптада 4 рет 5 рет конференция өткізіп отыр. Тіпті конференция сыймай қалғанда сенбі жексенбіде өткізді. Ал осындай деңгейге жетпесе де осыған пара-пар деңгейде үздіксіз ақпаратты халықаралық ұйымдар мен басқаларға беріп отырмасақ, онда Қытай ойлайды, болды, Серікжанды қаматтық, Сайрамды өнімін өшірдік, Атажұртты тараттық, Атажұртты аты бар заты жоқ ұйымға айналдырдық, енді ары қарай қазақ туралы үйренемін деген шешімге келеді. Ал Қытайды осы шешімге келтірмеу үшін тоқтамау керек. Бұдан арман үдете түсу керек. Сол кезде Қытай ойлайды, қазақтарды қоя бермей тыныш болмайды екен. Сондықтан әрбір қазақ істеу керек екен. Түрмеде күйеу отырған, бала шағасы қамалып отырған, немесе түрмеде отырмаса да Қазақстанда отбасы екіге айырылып абырап отырғандарға айтатыным, бір рет арызданып қойып тоқтамасын. Бүгін Англияның еліп бір басылымына жазсын, бүгін Еуропарламентке жазсын. Сол арызының басындағы чапкісін өзгертіп, ертең Дональд Трампқа жазсын, Америка Конгресіне жазсын, оның бар күні Жапонияның патшалығына жазсын, оның бар күні Біріккен Ұлттар ұйымына жазсын, оның бар күні Женеваға жазсын, айдай берсін. Және ол құсас өзінің жаңағы арызын видеосын видео күйінде, жазбашасын жазба күйінде бүкіл әлем